Ол арабтарына Қытайдан барады да, заводынан барып 1 миллион сатып әкеле салады да. Соңғы ол арзан түседі. Түсіндіңіз бе? Оптым болғаннан кейін. Бүкіл дүниеден қажылар барады өздері сияқты. Олар да өзіндегі арзан жақсы заттарды апарады. Ол үлкен сауда жер ғой енді ол. Бұл саудаға шариғат рұқсат береді. Қай кезде намазыңыздан тыс, жаңағы қажылық амалдардан тыс уақыттарда. Бірақ намаз болып жатқан кезде сауда қылмаңыз. Қажылық амалдар болып жатқан кезде сауда қылмаңыз. Өйткені қажылық амалдардың уақытында орындау керек, намазды уақытында орындау керек. Сауданы егер о жерде үлгермей қалсаңыз, мына жерге келіп те жасай бересіз. Соның үшін бірінші орында ниетіміз, тілегіміз қажылық болсын. Бірақ қажылықтан кейін, намаздан кейін бос уақытта сауда қылудан шариғат тосқан емес. Шариғат ол рұқсат берген. Кеңшілік, біздің дініміз кеңшілік діні.